Саламатсыздар ма? Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Досбол ауылы Досбол орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Назбай Ғалымжан. Менің бүгінгі эко-юрист жобасына алып келген тақырыбым биогумус өндіру арқылы ауыл экологиясын қорғау. Ғылыми жаңалығым: Қазақстанда шылаушын құртын өсіріп, көбейтіп, Қазақстанның құнарсыз жерлерін құнарландыру. Мақсатым ауылдың экологиясын жақсарту мақсатында шылаушын құртын өсіре отырып, биогумус өндіру, пайдалы жолын ұсыну, өндіріске ұсыну. Күтілетін нәтиже: болашақта биогумусты көбейту арқылы табиғат ресурсының құнарлануын, экономикамыздың артуына пайданың тиюі. Эко-юрист жобасы менің биогумус тақырыбым бойынша Қазақстанның заңнамасы бойынша қорғалған, адамның өмірі мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қамтамасыз ету, Қазақстанның Республикасының орнықты даму экологиясының негіздерін қамтамасыз ету. Қазақстанның көптеген жері шөлді, шөлейтті аймақтар, көп болуы оңтүстіктің жері сазды, қамшылықты және құрғақ болып келеді. Бұл өсімдіктердің, көкөністердің, дәнді дақылдардың ойдағыдай шықпауына алып келеді. Адам баласы жерді баптауға жете көңіл бөлсе, ол құнарлы, неғұрлым қара топырақты болатыны хақ. Әу баста жердің қойнауында ол құнарланып отыру үшін макро және микро ағзалар бар. Олардың қызметі шіріген органикалық заттарды жеу арқылы жердің құрамын гумуспен байытып, құнарлы қара топыраққа айналдыру. Микроағзаларға шылаушындар, қырықаяқ, жүзаяқ, қоңыздар микроағзаларға бактериялар жатады. Калифорния құрты бір жылда 1500-2000 құртқа дейін көбейеді. Құрттар 1 тонна көңнен 600 кг биогумус немесе 100 кг биомасса шығара алады. Биогумус көңнен дайындалған сапалы органикалық, оны ауыл шаруашылық егістіктерінде барлығына қолдануға болады. Оның құрамында 40-50% құрғақ органик масса, 0,8-0,3% азот, 1-3% және 2,5% фосфоры, 1,2 мен 3,9% аралығында калий, 4,5 немесе 8% кальций және басқа микроэлементтер бар. Шылаушын көптеп жұмыртқа шығарады. Егер тіршілік ортасы жақсы болатын болса, бір жұмыртқадан 4 немесе 12 шылаушын құртына дейін шығады. Мен өзімнің ауылымның көркейгенін және дамығанын қалаймын. Мен сондықтан да осы жобаны қолға алып, осыны дамытуға шешім қабылдадым. Биогумус арқылы кез келген өсімдік, гүлдер, ағаштар көркейіп, мол жеміс пен гүлдер береді.